Африка билеушісі халқы кедейліктен зардап шегіп жатқанда әйелдерден гарем жинап және ұшақтарды қалай сатып алады? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. 2018 жылға дейін Свазиленд деп аталған шағын Эсватини штатының королі Мсвати III Африканың ең бай билеушілерінің бірі болды. Оның байлығы $200 миллион бағаланады, бірақ ол оны іс жүзінде жұмсамайды. Билеушінің өмірі мен ләззатына, оның 13 әйелі мен 35 баласына мемлекет қазынасынан ақша бөлінеді. Бұл ретте монарх жеке ұшақтар мен қымбат көліктерді, әлемдік үздік дизайнерлердің костюмдерін, сондай-ақ гауһартастармен көмкерілген Rolex сағаттарын сатып алып жатқанын халықтан жасыру үшін барын салады. Сонымен қатар, ол өзінің гаремін ашық түрде жаңартып, оған жас және кіші қыздарды тартады. Осы маңызды күнге Эсватинидің түкпір-түкпірінен келген қыздар алдын ала дайындалады. Олар жақсылап жуынады, денелеріне хош иісті май жағылады, қамыс сабақтарын кеседі және патша Мсвати III бейнеленген жеңіл матадан шапан тігеді. Әміршінің өзі дәстүрлі киім барс терісінен тігілген шапан киіп, жан-жағын жан-жақтан қоршап алып, ашық алаңға қарайтын мінбеге ақырын жақындайды. Ыңғайлы отырып, монарх қолын көтеріп, мереке басталсын деп белгі береді. Қолдарына құрақ ұстаған 10 мыңдаған жартылай жалаңаш пәк қыздар дабыл қағысына билеп, ел басына арнап ән шырқайды. Егер оның біреу ұнаса, ол бір-бірін жақынырақ білу үшін оны өз төсек қаттасына шақырады. Осыдан кейін ол патшаның қалыңдығы болады, ал жүкті болса, оның әйелі болылады. Билеуші рәсімдерді 30-дан астам рет орындап, осылайша 15 әйел алған. Қазіргі уақытта олардың саны 13. Бұл әдетті Мсватидің әкесі патша Собуза II бастаған. Ол 82 жыл билік жүргізді, 70 әйелі болды. Олар оған 200-ден астам бала туып берді. Мсвати Шерборндағы ағылшын ұлдар мектебінде оқып, Rolex және қымбат британдық костюмдер киген. Туған жеріне тәж кигізуге шақырылғанда, ол оқудың соңғы курсында еді. Бірнеше жүз баланың ішінен Собуза II-ның ел басқаруды өзіне сеніп тапсыруы жағымды тосынсый болды. Билеушінің айналасындағы адамдар оның әкесінен көп мұра қалдырғанын айтады. Ол да әкесі секілді сән-салтанат пен көп әйел алуды жақсы көреді. Ондағы халық тәулігіне 65 центпен күн көруге мәжбүр болса, король Мсвати III өз лауазымының барлық артықшылықтарын пайдаланады және мемлекеттің ұлттық байлық қорын басқарады. Оның байлығы $200 миллион жетсе де, ол ел бюджетінен өзінің қажеттілігі үшін ақша алады. Мысалы, 7 жыл бұрын Мсвати II отбасының қажеттіліктері үшін $60 миллион алды, ал 2010 жылы король өзінің 50 жылдық мерейтойын кең көлемде атап өтті. Мерекелік іс-шарада ол құны $1,6 миллион тұратын Rolex сағат мен гауһартастармен безендірілген костюммен көрінді. Свазиленд билеушісі қымбат көліктерге ерекше құмар. 2000 жылдардың басында ол $500 миллион тұратын Майбах 62, сондай-ақ өзіне және кейбір әйелдеріне 10 BMW 7 серия сатып алды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары корольді кедей халқы аштыққа ұшыраған кезде сән-салтанатқа кенеледі деп сынағанда, Мсвати III журналистерге оның көліктерін суретке түсіруге тыйым салды. Оның үстіне корольдің айтуынша, бұл жай ғана көлік паркін жаңарту болды. Кезекті жаңарту кезінде ол 20-ға жуық брондалған Mercedes-Benz және BMW 740 автокөліктерінің партиясын сатып алды. 2019 жылы король өзіне және туыстарына 120 жаңа BMW және 19 Rolls-Royce сатып алды. Дегенмен ол мұны тыныштықпен жасауды шешті. Елге пленкаға оралған 1,5 мыңға жуық люкс көліктер трейлермен әкелінді. Белгілі бір куәгер мұны суретке түсіріп үлгерді. Содан кейін ол суреттерді Оңтүстік Африка газеттерінің біріне жіберді. Ол патша тек қымбат көліктермен саяхаттағанды ұнатады. 2010 жылы ол өзінің алғашқы жеке ұшағын MC Donald Douglas DC-987 ұшағын сингапурлық кәсіпкер Шанмуга Ретенамнан $11,54 миллион сатып алды. Тағы $3,5 миллион ол ұшақтың интерьерін өзгертуді және модернизациялауды сұрады, ал соманы $15 миллион айналдыру үшін Нью-Йорктан өнер туындыларына тапсырыс береді. Сонымен бірге Мсвати лайнерді кәсіпкердің сыйы деп жариялап, мәміленің егжей-тегжейлерін қол астындағылардан мұқият жасырды.
Негізінде патша ұшақтың ақшасын бермеген. Оның орнына ол Ретанама компаниясына өз елінде темір рудасын өндіруге рұқсат береді. Оқиғаның соңы жаман аяқталады. Серіктестер жанжалдасып, соттарды бір-біріне қарсы талап арыздармен толтырады. Нәтижесінде ұшақ 2 рет қамауға алынды. Король жаңа лайнер сатып алуға мәжбүр болды. Бұл жолы ол ең беделді Airbus A340-300 ұшағын таңдады. Сатып алу қайтадан мемлекеттік бюджет есебінен жүзеге асырылды. Монарх толығымен бақылайтын парламент Мсвати 3-ке бұл ұшақ елді халықаралық аренада көрсету үшін және келіссөздердің барлық түріне ұшу үшін қажет деп мәлімдеді. Сонымен қатар, оппозиция билеушіге лайнер мүлде басқа мақсаттар үшін қажет. Оның шетелдік банк шоттарын тексеру және көптеген әйелдерін ақш пен Еуропаға сауда жасау үшін апару қажет деп санайды. Мұндай жорамалдар кездейсоқ пайда болған жоқ. 2009 жылы Мсвати 3-тің 5 әйелі 40 қызметшімен бірге шоппингке барғаны белгілі болды. Сапар барысында олар Франция, Италия, Тайвань, ақш аралап $6 миллион жұмсады. Біраз уақыттан кейін ойын-сауық қайталанады, бірақ бағыт өзгерді. ақш-тың орнына Біріккен Араб Әмірлігі таңдалады. Алайда шығын көлемі сол күйінде қалады. Корольдің өзі де саяхаттағанын ұнатады. 2011 жылы британдық ханзада Уильямның үйлену тойына бару оған $700 мың құраған. Монархтың баспасөз қызметі оның қол астындағылардың оның отбасының сәнді өмір салты туралы ештеңе білмеуін мұқият қадағалайды. Тиісті заңды монархтың өзі шығарады. Дегенмен ақпарат баққа тарап кетті, ал кейбір свазилер штатта тыйым салынған наразылықтарға барды. Патшалықтың дәстүрлері бойынша билеушінің бірінші әйелі сөзсіз Мацебула руына, ал екіншісі Моца руына тиесілі болуы керек. Оның үстіне екі жағдайда да билеуші болашақ әйелдерін өз бетімен таңдай алмайды. Ұлттық кеңес мүшелері мұны ол үшін жасау керек. Әдетте ерлі-зайыптылардың жақсы, жоғары білімі бар. Олар көрші оңтүстік Африкадан білім алады. Патша үшінші әйелді және одан кейінгі барлық әйелді өзі таңдайды, яғни жаны және тәні үшін. Алайда патшаның некелерінің бәрі бірдей күшті бола бермейді. Осылайша Мсватидің 5-ші және 6-ші әйелдері бір-бірімен дос болып 10 жылдық некеден кейін олар оңтүстік Африкаға бірге қашып кетеді. Халықаралық іздеу жұмыстары жүріп жатқанда әйелдердің бірі жергілікті кәсіпкерге тұрмысқа шығып, екіншісі Лондонға көшіп кеткен. 8-ші әйелі де 10 жыл үйленгеннен кейін оңтүстік Африкаға қашып кетеді. Оның айтуынша ол күйеуінің эмоционалдық және физикалық зорлық-зомбылықтан шаршаған. 9-ші жары Ламагонга Мсватидің ең сүйікті әйелдерінің бірі саналады. Алайда патша кенеттен оған деген қызығушылығын жоғалтады. Ол күйеуін 3 жыл бойы көрмей жүреді. Содан кейін ол оған әпкесінің жерлеуіне баруға тыйым салады және одан соң ол өз-өзіне қол жұмсайды. Дегенмен ең шулы жанжалдың ортасында корольдің 12-ші әйелі, бұрынғы свази жас аруы патшайым Ладуби болды. Бұл жанжал 2012 жылы Тайваньға сапарында күйеуімен бірге болған кезде болды. Әйелдің әділет министрі Нудумиси Мамбамен бірге күйеуін алдағаны белгілі болды. Ладуби ғашығын кездестіру үшін сарайдан қашып кетеді, ал резиденциядан хабарсыз кету үшін ол солдат костюмын киіп қашады. Мамба қамауға алынады, ал оның опасыз әйелі үй қамағына жіберіледі. Ол сарайдан шықпады, күйеуін көрмеді және тек британдық газеттердің журналистерімен сөйлесті. Дегенмен, Мамба үшін жағдай жақсарды, ол босатылды. Олардың айтуынша, бұл негізінен оның монархтың жақын досы болғандығынан, онымен жұмыс істегендіктен және оның барлық қаржылық транзакцияларынан хабардар болғандықтан босатқан. Әдетте патша 17-18 жастағы қалыңдықтарға үйленуді ұнатады. Бірнеше жылдан кейін олардан шаршайды да Мсвати қайтадан өзіне жас серік табады. Бір қызығы 2001-2005 жылдар аралығында корольдікте 21 жасқа толмаған қыздармен жыныстық қатынасқа түсуге қатаң тыйым салынған болатын. Қылмыс болған жағдайда айыппұл төлеу керек. Шамамен $160 тұратын сиырды беру қажет. Патша мемлекет қазынасына сиыр беруге мәжбүр болды. Корольдің көптеген балалары Англияда оқиды. Олардың оқу барысын Лондонда 5 миллион фунт стерлингке үй сатып алған арнайы тағайындалған адам бақылайды. Мсвати 3-тің басқа балалары туралы көп нәрсе белгілі болмаса да, оның 3-ші әйелі ханшайым Сиханизодан туған қызы үнемі жанжалды оқиғалардың кейіпкеріне айналады. Ол Англиядағы колледжде оқыды, Калифорнияда драматургияны оқыды және Сидней университетінде цифрлық коммуникациялар магистрін бітірді. Бойжеткен өзінің туған жері Свазилендке емес, батыс мәдениетіне қарайды.
корольдікте тыйым салынған мини-юбка мен джинсы шалбарды киеді, оппозиционерлермен сөйлеседі, көп әйел алу институтын сынайды, әйелдерге әділетсіздік жасайды деп Паша лақабатымен рэп айтады. Ол әкесінің билігін осылай көрсетеді. Сиханизо елдегі партияларға тыйым салуды, сондай-ақ биліктің барлық үш тармағын әкесінің жалғыз бақылауын құптамайды. Алайда оның мінез-құлқы мен балалары мен халқының наразылығына қарамастан, Мсвати реформатор ретінде танымал болды. Ол премьер-министрді және басқа да жоғары лауазымды тұлғаларды тағайындау құқығын сақтай отырып, елге конституция берді. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көремін. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.